біздің студиямызға қош келіпсіз. Теңгенің алғашқы нұсқасын, алғашқы барып сол Англиядан, Швейцариядан алып келген кездегі комиссияның құрамында өзіңіз болдыңыз. Бастан аяқ сол жерде қалай жасалып, қалай шыққанын көрдіңіз. Әңгімені осыдан бастасақ. Дұрыс, енді ол бір кезең қазақ елі үшін сондай үлкен кезең еді ғой. Біздің еліміз тәуелсіздікке енді қол жетіп, бірақ көп атрибуттары әлі қалпына келмеген. Сол тәуелсіздіктің ең басты атрибутының бірі осы теңге. Мен солай деп ойлаймын, себебі өз қай заманда тарихты қарасаңыз, қай патша мемлекет құрады, сол өзінің ақшасын шығарады. Қазір біздің археология тауып жатыр ғой, неше түрлі ақшаларымызды, неше түрлі патшаның өмірден өткенін, сол мемлекет болғанын, біз содан байқаймыз. Соныменен тарихымыз белгілі. Ал енді мынау теңге біздің еліміздің де үлкен тарихы. Мен әлі күнге дейін осы теңгенің шыққанына, өзіміздің тәуелсіз теңгеміздің барына үлкен қуанышпен қараймын. Бүткіл халықты, бүткіл елді осы теңгеміздің құрылған күнімен құттықтаймын. Теңгенің тарихына келетін болсақ, бұл ақша 1992 жылы жазда бекітілді. Купюраның қандай болу керек екенін, қанша номиналдары болу керек екені. Ал енді 93 жылы 12 қараша күні президентіміздің қаулысымен ұлттық валюта енді айналымға енді. Ал енді 15-нен бастап сол айналымды басталып кетті да, бүткіл қаржы 5 күннің ішінде сол айырбасталып бітті, былай айтқанда. Сонда 5 күннің ішінде бүкіл Қазақстанда ақшаны ауыстырып үлгердіңіздер ме? Күндіз-түні жұмыс істелді ғой ол кездерде. Сондай істелді. Мен бірақ сол күндері жаңа зейнетақы қорымен айналысып жатқан жұмысым сол жақта болады ғой. Бізде сол бүткіл ақша, бар ақшаның бәрін ауыстыруға тырыстық. Солай болды. Сосын сол ақша сол управлениеге келгеннен кейін біз жаңағы ақшаның жаңағы номиналдары, суреттері, мен ең қуанатын нәрсем сол кезде біздің бабаларымыздың суреті ақшаның бетіне шығып еді. Білесіз ғой, бабаларымыз, Абылай хан бабаларымыз сондай суреттері бар. Әлі күнге дейін маған жақын. Одан біраз жинап алып қойғам, мен өзім ешкімге бермей қарап қоям. Өйткені сол кездегі ұстаған теңгелеріміз Англиядан алып келгенбіз, самолетпен ұшып барамыз. 3 күнде бір рет самолет жүреді. Тек қана ақша тасисыз? Ақша тасимыз. Ақша тасығанда ол құры ақша ғана бармаймыз. Біз осы еліміздегі жаңағы алтын, күміс сияқты бағалы металдарды үлкен биржаға апарамыз. Сонда қалтырып, ал біз өзіміз сол көлікпен жаңағы ол самолеттің аты Ил-76 деген үлкен. Онда 8 танк сияды, былай айтқанда. Ал соның бір кішкене бөлігіне ақша тиеп алып келетінбіз. Енді сол кезде сіздер жаңа айтып жатсыздар ғой, бағалы металдарды апарып өткізіп, соның ақшасына қайтадан өзіміздің ақшаны сатып алатынымызды деп. Сонда есіңізге түсіре аласыз ба, біз қанша бағалы металдарды сол кезде апардық Англияға? Ол енді тек ақша біздің теңгеге шығаруға ғана жұмсалған жоқ, ол қаржы. Ол қаржы елімізге валюта керек қой бәрібір. Сондықтан басқа салаларына да жұмсауға, басқа шаруашылықтарға да керек болды. Сондықтан қанша апарылды, қанша келді біз айтпаймыз да, айта алмаймыз да, болмайды. Ал қанша ақшаны шығардық, оны қанша әкелуді бізге ол кезде айтуға болмайды оған енді. Қазір айтуға болатын шығар. Мен сізге айтайын, самолетпен тасыдық та жаттық, былай айтқанда. Қанша уақыт тасыдыңыз? Мысалы, 1 ай, 2 ай? Көп тасыдық. Себебі ақша айналымға түсіру үшін үлкен қаржы керек қой. Ол самолеттің де санын білмейміз. Біз самолет неге хранилищаларымыз бар, келеді, соған түсіреміз. Бір жақсысы, бұл жерде 1 сом жоғалған жоқ.
1 сом сол кезде 1 теңге. Мына жаңағы Англияда жаңа ақша жасайды Харрисон және оның балалары деген. Солар өте жауапты мекеме. Жаңағы біздің ақшамыз сол кезде 19 түрлі оның жаңа защита дейді ғой, қорғанышы болған. Алдыңғы мемлекеттердің алдыңғы қатарлы теңгесі болып шықты. Оған тікелей елбасы қарап отырғаннан кейін бұл ақша сонша қадірлі, сондай защитасы мықты әрі әдемі болып шықты. Қанша рет ол жеңістерді ұтып алды. Ал соны жасаған кім? Ғабжалил ағаларыңыз, Хайрулла деген кісі, Алин деген азамат, тағы да Дүзелхан деген кісілер, сондай 4-5 біздің ең атақты дизайнерлеріміз сол 92 жылдан сол жақта отырды. Англиядан көп келе қойған жоқ. Сол мекемеде соны жасап, соны шығарумен айналысты. Біз барғанда кейде бірге ұшып барады. Осы жерде бір сұрақ сұрайыншы. Мысалы, жаңағы ақшаларды ауыстырып жатырсыздар. Жаңа кеңес үкіметінен қалып кеткен мұндай пашка жарамсыз ақшаны не істедіңіздер? Жарамсыз ақша біраз жыл жатты. Қайда жатты? Біздің хранилищелер. Мен соған осы мемлекетімізге мына СССР дейді қой бұрынғы, Россия қазіргі, солардан біз қанша хат жаздық. Осы ақшаны не алып кетіңіздер, не бізге рұқсат беріңіздер өртеуге. Біз жойып жіберейік оны деп, немесе бірдеңкеге жаратайық деп. Ешқандай хабарсыз ұзақ жатты. Соның хатын мен көбінесе мен жаздым ол хатты. Сол хаттар кетіп жатты. Дұрысып ағамыз жаңағы қол қояды. Соныменен хабар болмағаннан кейін бір күні айттық, өртейік бұны. Өйткені одан ештеңе жасалынбайды. Себебі ол ақшалар уже биттей бастады. Ақшаның өзі битті болады екен, жаңағы көп қолдан өткеннен кейін ол ақша майланады екен. Енді базар көрген ақша, елдің қалтасынан 1000 рет кіріп, 1000 рет шыққан ақшалар ғой. Соның бәрі жиналғаннан кейін, ал бізде заң бойынша мына банкада жиі санап тұруымыз керек. Ол жаңағы оборотта болсын, болмасын. Оған жаңағы облыстарға шығып тұрамыз ғой, жаңағы сақтайтын орындарға. Барсақ, сол әйел адамдар көбі, кассирлардың бәрі. Соның бәрін жаңағы түсіреміз ақша санауға. Жаңағы жерде тұру мүмкін емес. Иісі сондай бұрқырап, ақшаның өзі иісі шыға бастайды. Оны санау да мүмкін емес, қиын. Жаңағындай тау-тау болып үйілген ақша. Сосын кейін басшыларымыз жаңағы решение шығарды, бұл ақшаларды шешім шығарды ғой, өртейік деп. Сонымен облыстарға өртеуге шықтық. Қарағандыда, Петропавлда, Шымкентте, мысалы, Қарағандының Домна пеші, Шымкенттің кірпіш зауыты деген сияқты, Петропавлдың ондай бір қызықтар уақытта да болды. Сол кезде айта аласыз ба, мысалы, қай өңірде ақша көбірек жиналған, ең көп жиналған? Енді ол есепсіз дүние ғой, былай айтқанда. Енді негізінде ақшаны барлық облыстарда емес, шоғырландырып жинады. Қай жерде жаңағындай орталыққа. Әр жерде мысалы өртейтұғын жаңағындай мекемелер бар ғой, енді Домна пеші бар сияқты, мына Теміртаудағы цехтар, соларға мысалы сол Қарағандыға көп жинадық, Шымкентке жинадық, сосын жаңағы Петропавл, Павлодар сияқты облыстарда жиналды. Сосын солармен жаңа келісім шартқа отырып, сол жерде өртедік. Сонда мен бірнеше рет қатыстым өртеуге, өзім бір комиссия несі төрағасы болып деген. Мысалы Қарағандыда өртегенде қызық болды. Бір топ адам тұрдық, жаңағы ақшаны салдық пешке. Енді бір тыққанда пешке 3 тоннадан анандай кішкентай телешкалар болады. Болмағы. Соның ішіне салынады. Сөйтеді, ол отқа кіріп кетеді, аузын жауып қоямыз. Дәу есік қой, енді осы 5-6 метрлік, 10 метрлік есіктің ұзындығы, биіктігі 3-4 метр. Соның ішінде жанып жатады. Енді жанып жатыр екен деп бір күні ашып кеп қалып едік, от бізді қуды. 50 метрге дейін қуды оны. Сонда бір кісі жығылып қалып, от үстінен өтіп, кейін қайтты от.
сонда ана кісі қайтадан тұрып келіп қашып келе жатыр. Сонда от үстін не жаңағы өртеп кеткен жоқ. Соған таң қалдым бір кезде. Ал бір кезде Петропавлда ақша өртедік, тағы да сондай қызық болды. Жаңағы пеш қой енді, ұзын трубасы бар қазіргі мына Астанада тұрған жылу трубалар сияқты дәу труба, ол ұзын биік болады. Сол ақшаны көбірек салып қойдық. Ол ақша көбі әртүрлі металдан құрастырылған ғой, енді қиын, несі составы қиын болады. Сол жатқанда ақша өртенгенде астынан бастап өртенеді екен. Сол уақытта ауа жиналып ақшаның астында бір уақытта тарс деп атылды, бәріміз далаға қаштық тағы да. Сөйтсек мұржаның шеті ұшып кетті. Жарып жіберген екен. Жарып жіберді. Сонымен ұшқан ақша тердік, бүткіл облыстың қызметкерлері бар, бәріне бір даладан ақша жібересіздер. Сонымен біраз өртенген, біраз жаңа ақшалар, соның бәрін түгел қайтадан біреуін қалдырмай жинадық та қайта өртедік. Сондайлар болды. Ал мына Шымкентте өртегенімізде, Шымкентте күннің ыстықтығы 50 градус. Ол кезде де бір жазда өртептік. Сосын пештің қызуы да сұмдық қойды. Ол кезде қатты. Қалай өртедік, енді не істейміз, түнде шығамыз. Кішкене салқын басылсын деп. Түнге қарай барамыз да, тізіліп тұрып адамдар. Сонда пешке лақтырамыз. Содан кейін екінші адам айналып кетеді. Өйткені ана ыстыққа шыдауы мүмкін. Солай өртелді ақшалар. Енді сондай жағдайлар. Қанша уақытқа жалғасты жалпы ел бойынша ақшаны өртеу процесі? Ол процесс тоқтамайды ғой. Себебі ақша ескіреді. Мынау қазіргі теңгелердің де ескісін өртеп жатқан шығар. Өйткені біраз ұсталғаннан кейін ақша тоза бастайды. Сөйтіп оған жаңа ақшаларды қосады. Соған байланысты ескі ақшалардың бәрін өртеуге тырысамыз. Ал сол кезде енді орыс ақшасын көп өртедік. Ал тиындары ұзақ қалды, енді көбі қалды, өрте алмадық оны. Оны балқытып болмаса қайтадан өңдеуге жіберіп, біздің тиынды шығаруға болмай ма сол кезде? Ол нейзельбер деген бір материалдардан жасалынады, қоспалар көп болады екен де, бәрі еріткенде бөлініп қалмайды. Ол бір қойыртпақ, не металл емес, не жаңағыдай бір бағалы дүние емес, сондай дүние болады, одан қайтып көп ештеңе жасалынбайды. Мәскеу қабылдамай қойды дедіңіз теңгені. Сол кезде сіздер өздеріңіз артып апарып берген жоқсыздар ма, мыналарыңды алыңдар деп? Біз сұрадық, жаңағыдай пойызбен апарады ғой, көп дүние апарып берейік деп те сұрадық, басқаша да сұрадық. Хат жазылып жатты арамызда. Ол жақта бізге келеді тұратындар деп, біз жазамыз оларға жіберейік деп. Өйткені бізге пайдасыз, өзіміз тәуелсіз еліміз, қанша свет кетеді оны сақтау үшін, қанша жаңағындай сақтайтын орындар керек, қанша адамдар күзету керек, қанша ақшаны санау керек. Мысалы, енді бухгалтер адамға түсінікті, бізге түсінікті, қанша ақша шығын болатынымызды. Соған байланысты тезірек алып кетсе екен деп армандайтынбыз. Сол кезде есіңізге түсіре аласыз ба? Мысалы, біздің Қазақстан қанша миллиард, триллион жаңағы ескі ақшаны өткізді, или өртедіңіздер? Жетеді, оны айтып тұрмын ғой, вагондап өртедік, оның санын не аласыз? Вагондап, Лениннің басы, бар ақша бар ғой, жап жаңа ақша. Мына Қарағандыда өртегенде жұмысшылар жылады ғой. Неге өртеп жатырсыздар? Біз зарплатасыз қалдық қой, жаңағы еңбек ақысыз жұмыс істеп жатырмыз ғой. Біздің еңбек ақымыз жаңағындай кірші, күрек, жаңағы өзіміз не шығарамыз, соны береді. Басқа дүниелер жаңағындай ақша жоқ деп. Мен де жыладым. Неге жыладым? Мен ақшасын өртегенде жылаған себебім, мен тәуелсіздік алдым ғой. Мынау орыстың ақшасынан құтылдық қой, басқа мемлекеттің ақшасы ғой, енді ол бітті ғой. Сондықтан өзіміздің тәуелсіздігіміз нығайып, орнықты, аяғымен тұрды деген ең басты кеудемде сондай қуаныш тұрды. Өртеген сайын қуана баратынмын неге? Іссапарға, Қарағандыға да, жаңағы қай жерде ақша өртеуге сізде барыңыз деген кезде мен өзбек сол жаққа бардым. Енді шынында да жаңағы жұмысшылардың бір жағы айлығын төлей алмай отырып, бір жағы ақша өтеп жаттылда да ол кезде санаға сыймайтын нәрсе ғой.
Ал енді біздің жаңағы өздеріңіз Англиядан әкеп жатқан ақша айналымға түспей жатты ма? Неге ол аналардың айлығын бермей отырып өртедіңіздер дегенім ғой. Енді ол мекемелерге байланысты ғой. Ақша бар, біз теңгені толық жеткіздік. Халыққа жететіндей. Мысалы, зейнетақыларын алып тұрды. Басқа жаңағы кемтар адамдардың мал имущество дейді, немесе балалардың нелері, солың бәрі беріліп тұрды. Ал енді кейбір мекеме жаңағыдай бір-біріне қарыз болып қалады да, уақытында зарплатасымен қамтамасыз ете алмай қалады. Енді олардікі созылды, 1 ай, 5 ай, 3 ай, ондай болды. Сондай кездер ғой. Ал енді ол ақша жарамайды, оны жаңағы өртеп жатқан ақшамыз, оны сендер ала қой деуге болмайтын ақша. Ал теңгенің жағдай сондай. Теңге күнде келіп әр облысқа мен өзім енді телеграмма жаңағы тарату несі бар ғой. Сол бойынша жасап тұрдық есебін. Әр облысқа қанша керек ақша беріліп тұрды. Ал мысалы девальвация мәселесіне келейікші. Мысалы сол кезде ең алғаш біздің теңгеміз шыққан кезде $1 4 теңге болатын. 4 теңге 75 тиын. 7 тиын, иә. 75 тиын. 75 тиын. Есімде әлі. Ал сол кезде ақша құнды болды ма, әлде біз сол тұрақтылықты неге ұстай алмай қалдық деп сұрағым келіп отыр ғой сізге. Ол енді үлкен экономика қой, үлкен жағдайды сіз менен сұрап отырсыз. Енді менің ойымша бұл біздің қаржымыз валютаға, жаңа шетелдің ақшасына байлаулы, сыртқы мемлекеттерге байлаулы. Ал шынымен егер өзіміздің жағдайымызды өзіміз шешетін болсақ, басқа мемлекеттерге қарамасақ, менің ойымша біз өте бай мемлекетке айналар едік. Себебі бізде бәрі бар. Шығаратын қазба байлықтарымыз жетіп жатыр. Ал ол ақшамен қамтамасыз етіліп тұр. Мәселе сода ғой. Ал енді біз сол басқа мемлекеттермен байланысты болғаннан кейін осылай шығар деп мен де солай ойлаймын. Себебі мүмкіндік бар. Ақшаны жаңағы ақша шығаратын фабриканы осында салып алдық қой. Қазақстанда бар, мүмкіндік бар, алтынымыз бар, қорымыз жақсы, бәрі жақсы. Ал енді Құдайға шүкір, ешкімнің кем болып жатқан жоқпыз, басқа мемлекеттерден бәрі жақсы. Ал бірден байып кетпедік деген ол ақшаға тіреліп тұрған жоқ. Бұл жерде басқа мәселелер де көп қой. Мысалы, жолға жұмсаймыз, қаншама қаржыны жол салуға. Бұл жоқ болды бізде. Ал ана Европаңыздың жолы бәленбай ғасырдан бері салынған жол. Олар көп шығынданбайды. Сосын басқа мемлекеттердің үйлерін қараңыз. Жұқа жаңағы жұмыртқаның қабығындай ғана. Оған қанша шығын кетті? Аз. Бізде үйлерді қара керегесі, жарты метр ең аз дегенде. Ал қанша кірпіш кетеді, қанша дүние кетеді. Сол сияқты бізде жұмсайтұғын шығын көп. Бірақ Құдайға шүкір. Жаңа бір сөзіңізде қаржы саласынан парламентке кеттім дедіңіз, парламентте жұмыс істедіңіз. Қазір қаржы саласынан мүлде байланыссыз секілдісіз. Қазір не істеп жүрсіз? Мен ол жерден кеткеннен кейін парламентте Алматыда 1 жыл істедім. Сосын осында ауысып 12 жыл істедік сонда. 97 жылы Алматыда парламентке ауысып, сосын осы жерде 2008-ге дейін, 2012-ге дейін, сол жылы 10-шы жылға дейін осында парламент саласында істеп, осы жердегі қиындықтарды да бірге атқарысып, Астананың Астана болуына да аздап үлесімізді қосып, парламенттегі жұмыстың депутаттарға кедергі келтірмейтіндей жаңағы шаруашылығына, сол жұмыстарына да үлкен үлесімді қостым. Ал енді одан кеткеннен кейін де мен біраз шаруалардың қасы басында болдым. Мұндаға дейін әзірде шаруалар істеп жатырмын. Мысалы, ұлттық ұланда мысалы сол жерде қызмет істеймін. Ол жерде жаңағы ендігі мамандығым менің жазушылар одағының мүшесі болғаннан кейін, жаңағы өлең жазатын болғаннан кейін, ән жазатын болғаннан кейін сол сала мені тартып алып кетті. Бірақ кішкентай кезімнен соны армандап едім. Енді сол жасымызды қойғаннан кейін сол салаға кетіп қалдық. Енді қаржыда жүргеннен кейін кішкене ол жер қаржыменен жаңағы әдебиет, мәдениет
бірге бола алмайды. Осы жерде бір сұрақ сұрайын. Жаңа айтып жатырсыз, қаржы саласын өзіңіз бес саусақтай білесіз. Енді жазушылар одағының мүшесісіз, ақын ретінде де. Бірақ бізге тәуелсіздіктен кейін осы қаржы саласына қатысты көркем дүние, мысалы проза болса да, поэзия болса да, қаржы саласындағы әдебиет жоқ секілді бізде. Дұрыс айтасыз. Бұның орнын қалай толтыруға болады? Мысалы, біз кішкентайымыздан білеміз, мынау мен өзімнің білетінімді айтайын. Қаржы саласы болмаса да, жаңағы өндіріс саласына арналған «Миллионер» деген роман, Ғабиден Мұстапин атамыздың. Ал осы тәуелсіздік алғаннан кейін жалпы қаржы саласын қойып өндіріс саласына әдебиет бет бұрмады. Бұған не айтасыз? Бұған шынымен де біздің жазушыларда қаржыгер болмаса өндіріс саласының маманы жоқтығынан ба, жоқ әлде бар болса да оны бір сала ретінде қарастырмай ма? Дұрыс айтасыз. Қаржыгерлер әдебиеттен алыста болады екен. Мен алғаш ұлттық банкіге барған кезде барлық бөлімдердің бәрі орысша сөйлейді. Қазақтың балалары болсын, басқа ұлт болсын, орысша сөйлейді. Жаныма ұрды. Неге қазақша сөйлеспейміз, неге қазақша әңгімелеспейміз деп сөйтіп апайларымды тауып алдым. Соларға барып өлең оқитын, былай айтқанда. Өйткені өлең ол менің кішкентай кезімде қай салада жүрсем де жанымнан қалмады. Сосын сол кісілерден кішкене жаңағындай қолдау көріп өлең оқып, сол жерде сосын Наурыз мерекесін өткіздік. Ең алғаш сол жерде өлең оқыдым. Сондай салада, қай салада жүрсек те, мен әдебиетке адалдығымды танытып, сол мекемелердің басшыларымен сол өзімнің тілімде сөйлеуге тырысып, соларды сұрап, қазақша жүргізейік деп отырдым. Сосын парламентте жүргенде жаңағы өзіміздің ұжымдардан домбырашыны, әншілерді ұйымдастырып, парламентте өлең айтқызып, сондай мерекелерді сөйтіп жүретұғынбыз. Енді қаржыда жаңағы сіздің сұрағыңыз, неге қаржыгер туралы жазылмады дейсіз. Себебі сол жерде әдебиетшілер аз, мүлдем жоқ. Мен Дүкенбай Досжанов ағамыз келгенде қуанып қалып едім. Ол кісі ұлттық банкіге бізге келген, сөйтіп музей ашты. Кәдімгі қаржыгерлердің музейі. Ол жерде теңгенің қай уақытта шыққанынан бастап, қандай тиындар шықты, қандай ақшалар қай уақытта шықты, барлығы бар. Сонда менде сейфімде жататұғын неше түрлі әр елдің образестері, жаңағы ақшаның түрлері. Мысалы, Американың ақшасы қандай, Англияның ақшасы қандай, шетелдің бүткіл менде. Ол тізімге ілінбеген. Сосын тай тұяқтар жататұғын. Кәдімгідей алтынға жазылған, тағы бірдеңке. Соның бәрін сол кісіге тізімдеп өткізіп беріп кеттім. Міне мына музейге қалдырғаным деп. Енді оны былай аласысы да болады, оны алмадым. Өйткені адал болу керек қой, қайсы деді. Сол адалдығымыздан осы уақытқа дейін келе жатырмыз, Құдайға шүкір. Ерғожаға студиямызға келгеніңізге рахмет тағы да. Және осы жерде сұхбаттың алдында өзіңіз айтып қалдыңыз, осы 15 қараша теңге күніне орай бір шығармашылық кешімді бергім келіп отыр деп. Осы туралы көрермендеріңізге толығырақ айтып кетіңіз. Рахмет. Шынында да 15 қараша деген сол ұлттық теңгенің айналымға енген күні сол күнге тура келіп отыр. Сол екі мәселе менің шығармашылығым сол күніне тура келгенге өзімді бір жағы қуанам, бір жағы таңғалам, неге солай болып қалды деген сияқты. Енді Алланың бұйрығы шығар. Бір екінші сол күнге мен Байназаров ғалым ағаны шақырып отырмын. Кісі екеуі де сол теңгенің ең алғашқы шыққан күнінен бастап басшысы болған. Сол жерде осының бәрін іске асырған кісі, еңбегі өте зор. Сол ол күні 15 қарашада енді ұлттық ұланның ән-би ансамблінің ұжымы қолдап жатыр, қала көмектесіп жатыр. Ол жерде сіздің сөзіңізге жазылған әндер орындала ма? Ол жерде басынан аяғына дейін менің шығармаларым, менің сөзіме 40-50 композитор жазып жүр. Солардың ішінен біразын алдым. Сосын өзімнің жазған
әндерім бар, солар шығады. Сосын өлеңдерім оқылады деп ойлап отырмын. Ол дәстүрлі халық әндері бар, жаңағы өзім жазған. Сол домбырамен орындалатын, баянмен орындалатын. Одан бөлек хор, сосын жаңағы ансамбль, оркестр дегендей барлық өнер адамдары қатысады. Ал енді ақыннан бір өлең сұрамай болмайды ғой. Мынау сағынғанда деген өлең, содан бір 3-4 жұмақ оқып берейін. Аңсағанда анашыңды сарғайып, өлеңімді оқы, сосын жылап ал. Бұл тағдырға сағындырған бармайып, жаныңды емдер, көз жасы да бір амал. Ары қарай 3 нүкте оқып береміз. Рахмет сізге көп келіп, уақытыңызды бөліп, жақсы ойларыңызбен, жақсы естеліктеріңізбен бөліскеніңізге шығармашылық табыс және шығармашылық кешіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге де.